Так, саламатсыздар ма сынып жетекшілер? Мына жерде ендігі функция, мына белсенділік деген функцияны таныстыруым керек болып тұр. Так, белсенділік функциясын басасыздар. Басқан кезде автоматты түрде мына 2000 осы жыл 20-21 осы жылды ашады және айды ашады және осы аптаны ашады және барлығы деген қызметкер, ата-ана, оқушы дейді. Осы үш кісілердің жалпы белсенділігін көрсетеді. Сіздер жеке көре аласыздар, яғни оқушынікі бөлек, ата-ананы бөлек. Ата-ана дегенді басамыз. Так, ата-ана 7-ші сыныбынікі, белсендірілмегендерді дейді көрсетеміз. Так, мына жерде қарап отырсаңыздар, пайдаланушы аты Абдраманова Алия Пірімбетовна дейді, ол ата-ана рөлі, күнделік кезетте жалпы ата-ана. Так, сыныптары дейді. Бұл сыныптар деген 7 мен 5-ші сыныптағы өзінің баласын көре алады. Так, мына жерде кіру көрсеткіші 0. Яғни бұл осы аптадағы кіру көрсеткіші 0 мына жерде. Егер кірген болатын болса, мына жерде Базарова Гүлжазира дейді, Әуелхановна 9 7 5 де. Яғни бұл осы 3 сыныпта баласы бар екенін білдіреді, сыныптар деген. Және де бұл бір рет кірген, соңғы рет сейсенбі күні, және сейсенбі, яғни 16 ақпан 2021 мына жерде. Сейсенбі аптаның және 16 ақпан 21 күні. Және мына жерде қай уақытта кіргені, баланың күнделігін соңғы қарауы дейді. Бұл жерде күнделігін қарау, сіздің өзіңіздің жеке кіруіңіз, соңғы кіруіңіз бір бөлек әңгіме. Мына жерде оқушының күнделігін, баланың күнделігін қарау, ол бөлек іс-әрекет. Так, осылай көре аласыздар. Бір рет кірді, 2 рет кірді, осы аптада ол неше рет кіргенін қарай аласыздар ата-ананың. Так, оқушыларда тура осындай. Так, бұл жерде баланың күнделігін соңғы қарау іс-әрекеті баланың өзінің. Яғни ата-ана да өзінің баласын көре алады. Бала өзінің күнделігін жалпы ашып, қарау функциясын көре алады. Мен жаңа оқушыныкін түсірген бұл кезде айтқан болатынмын, күнделігін көреді, күнтізбелік кестесін көреді, үй тапсырмасын көреді деген болатынмын. Осы жерде сол кірген іс-әрекеттерін көрсетеді екен. Так, мына жерде қай уақытта кірді, мобильді қосымшамен кірді ма, немен кірді ма, андроидпен кірді ма, жалпы осы жерде программасына дейін, программалық жүйесіне дейін көрсетеді екен.